Энеси капризная өңі тоғыры Каплиев Бегмат дайындап, Каплиев Бегмат чабат. Исмак Каплиев Бегмат есе дайындаптыр Бегмат. Исмакей бақыт. Қалыстар қарап тұрыңыздар. Бұл болса 7-үз. 6-шы Форт, 8-інші Фортуна. Бұл болса Бақты Долонотлық кен. Шерматов. Мықы дайындаған Мықтыбек. Қапызов Байжан чабат. Қана қалыстар. Мықы. Чоң Мықы келіп қойсаңыз қалысқа. 3 қалыс бар бұл жерде. Мына Мықы, Алтынбек, жана оператор Сыймық. Ережелерін айта кетсек. Ережелерін айта кетелеме, бұлар тай жорғылар. Biraz алыстаталы, жалпы чоғулап. Азыр судьянын айтқаны ойынша бололу. Бирөө алынып қалды дейт, эми қарап тұру керек. Қағазыңарды алып жазып тұрыңыздар, урматтуу қалыстар. Чапқан тейденлі өткер кетіп бартат. Жаңылғанын 7 қылалыдағы 20-дан алалуы қалыстары. Ошондой кылалы. Эми тай эмеспи, кичине кара эмеспи деп шанс берип атабыз баарына бирдей. 18-ден эле алынат, бу сапар 19 уруксат 20-сында алалы. Эгерде сиздер туура көрсөңүздөр, биринчи кетип бартат. Жашыл камзолчон жигит кетип бартат. Эми көрүп атасыздар, булар тай, бала, жаш, үстүндөгү балдар дагы кичинекей. Эмки жылы эле закылдаган, заңкыйган, кыргыз аттан чоң болгон жорго болуп калат. Сыкылдаган кунан жорго болуп. Мына кетип бартат, 2 жорго алды да. 2 жорго алды да. Бир эле айлампа. Урматтуу жоргочулар, билесиздер. Бир эле айлампа. Экинчи келаткан алынып калды го, Апай, жок, үчүнчү келатканбы? Астында экөө таза келатат дейт, аны бул калыстардагы санап атат, кайсыкенин карап атат. Болбосо ашыкпаңыздар, Сыймык бир аз камерасын карап, эгер илинген болсо, аныктайгылар. Алаңгы чакты спринт жоргону дайындай бериңиздер, урматтуу саяпкерлер. Урматтуу саяпкерлер. Спринтер жоргону дайындасаңыздар. Мындай дем берип, күч көрүп, бул кичине алысыраак болсок, тартып аткандар, карап аткандар, ат ээлери кичине алысыраак жылып койсоңуздар. Жакшы болчу да экен. Биринчи келаткан. Айбек жаз. 5-нчи номер биринчи келди. Баарын жазгыла толуктап. Бул астыбыздан аткан келген 4-чү келген жылкы оюндан алынып калды дейт. Анан баарын толуктап туруп, бул жерде 4-чү боо кирди дейсизби? Анда азыр тактап берсеңиздер, мен элге жарыялабайм.